Түнерген қалың тұман төңіректі түгел торлады. Күн сұрланып, бұлыңғырланып, суытып, дымқыл тартты. Жігіттер заттарды жинап, аттардың жүгін артқанша, Дерсу екеуміз шайды тезірек ішіп, қалтамызға бір-бір күйрек нан салып, ілгері аяңдай бердік. Менің күндегі әдетім ылғи таңертең қостан жұрттың бәрінен бұрын шығып кетемін. Жолды картаға түсіріп, асықпай жүргенімде соңымнан отряд қуып жетіп, басып озады. Мұнан бір күн бұрын бұл маңайларда жолбарыс көп жүрді. Сондықтан отрядтан кейін қалма, деп Дерсу маған ақыл айтқан еді. Соқпақ өзенді жағалап отырып, әлсін-әлсін орман ішіне еніп кетеді. Уссури тайгасында болып көрмеген адам ондағы ну орманның, қалың қопалардың қандай екендігін біле алмас еді. Тіпті бірнеше аттам жердің өзінен ештеңені көріп болмайды. Жатқан аңдардың үстінен сан рет 5-6 метрдей жақын кеп қалған кездеріміз болды. Аңның қай жаққа қарай қаша жөнелгенін бұталар мен жапырақтардың сыбдырынан ғана білесің. Міне, дәл осындай тайганың ішімен біз ұдайы 2 тәулік бойы жүрдік. Күн райы бізге жайсыз тиді. Өне бойы жаңбыр себелеп, жолға қақ тұрды. Шөп су болды. Жаңбыр бір жауса, жапырақ 2 жауады. Дегендей, ағаштардың жапырағынан тамшы сорғалады. Орман іші таңғаларлықтай жым-жырт. Айнала тегіс жансыз сияқты. Тіпті тоқылдақтар да үнсіз. Сайтан білсін, бұл не қылған күн екенін, дедім мен серігіме. Не тұман емес, не жауын емес, не екенін білмейсің. Сен қалай дейсің, Дерсу? Күн ашыла ма, әлде бұдан да сорақысы шыға ма? Гольд аспанға қарап, айналаны шолып, үндемей жүре берді. Аздан соң тоқтап, біздікі былай ойлайды. Мынау жер дөң, орман, бәрі адамдар сықылды. Олар қазір терлейді. Тыңдашы, олар да дем алады. Бәрі бір адамдар сықылды, деді де ілгері тартты. Сағат таңертеңгі 11 шамасы болып қалды. Уақытқа қарағанда кірелі көліктің әлде қашан қуып жететін кезі болды. Бірақ арт жағымыздан тайга ішінен ештеңе естілмейді. Күте тұрайық, дедім мен серігіме. Ол үндемей тоқтады да, иығынан мылтығын алып, ағашқа сүйеп қойды. Ашасын жерге шашып, кальянын іздей бастады. Тфу, менікі кальян жоғалтқан, деді өкініп. Ол кейін жүріп, кальянын іздемек боп еді. Мен тоса тұрайық, мүмкін арттағы адамдар тауып әкелер дедім. 20 минуттай күттік. Шалдың әбден шылым тартқысы кеп кетті. Білем, ақыры шыдамай мылтығын алды да, менікі ойлайды. Кальян осында, жақын жатыр, артқа жүру керек, деді. Аттарға бірдеңе болған шығар, деген қауіппен мен де Дерсумен бірге кейін жүрдім. Гольд алда, қашанғы дағдысынша басын шайқап, өзінен өзі күбірлеп сөйлеп келеді. Қалайша бұл менікі кальян жоғалтады? Әлде менікі қартайды ма? Әлде менікі ақыл азайды ма? Әлде қалай? Солай деп сөзін бітірместен кейін шегініп жерге еңкейді де аяғының астынан бірдеңені іздей бастады. Мен оның қасына келдім. Дерсу жан-жағына қаранып, шошынғандай пішінмен. Қара, капитан, бұл амба, ол біздікі арттан жүрген. Бұл өте жаман, ізі мүлде жаңа, оныкі қазір ғана осында болған, деді сыбырлап. Расында да үлкен мысықтың жаңа ғана басқан табанының ізі сазды соқпақтан айқын көрініп жатыр. Біз келе жатқанда жолда із жоқ еді. Бұл анық есімде бар. Және де Дерсудың ізді байқамай кетуі мүмкін емес қой. Енді міне, кейін бұрылып отрядқа қарсы жүрген кезімізде із пайда болды. Бұл біздің жүрген жағымызға қарай келе жатқан аңның ізі. Шамасы жолбарыс үнемі бізді өкшелей жүріп отырған тәрізді. Оныкі таяу осы маңда тығылған, деді Дерсу оң жақты нұсқап. Біздікі анда, кальянды іздеген кезде оныкі мұнда көп тұрған. Біздікі кейін жүргенде, оныкі сонда
тез секірген. Қара, капитан, ізге әлі суда тұрмаған. Шынында да айналаның бәрі шалшық болса да, жолбарыс табанының іздеріне су толып үлгермепті. Жыртқыштың жаңа ғана осы арада тұрып, біздің келе жатқан дыбысымызды естіген соң, қалыңның ішіне ырғып түсіп, құлағын ағаштың ар жағына бір жерге жасырғаны күмәнсіз болды. Оныкі алыс жүрген жоқ, менікі жақсы біледі. Тоқта, капитан. Жолбарыстың қимылдаған сыбдыры естілер ме екен деп бірнеше минут бір орында қозғалмай тұрдық. Бірақ тым тырыс. Капитан, деді маған Дерсу, енді жақсы байқау керек. Сенікі винтовка патрон бар ма? Ақырын жүру керек. Қандай шұңқыр жерде, қандай ағаш жатқан, жақсы қарау керек. Асығу керек жоқ. Бұл амба. Сенікі түсінеді. Амба. Осыны айтып, ол өзі әр бұтаны, әр ағашты қарап отырды. Осылай жарты сағат шамасы жүрдік. Дерсу өне бойы соқпақтан көз алмай алда жүріп келеді. Ақырында казактардың біреуінің атты балағаттаған даусы естілді. Бірнеше минуттан соң аттары мен кісілер келді. Екі ат батпаққа малшыныпты. Ер-тоқымдары да былғаныпты. Бір өзекшеден өткенде екі ат бірдей сүрініп кетіп, миға батқан екен. Соған айналып кешігіпті. Ойлағанымыздай-ақ Дерсудың калянын мергендер жолдан тауып әкеліпті. Енді ілгері жүру үшін жүктерді жөндеп қайта арттық. Аз да болса аттардың үстін тазартып алу керек болды. Мен тоқтап шай қайнатып ішпек болып ем. Бірақ Дерсу аттың жүгін жөндегеннен соң ілгері жүру керек деп кеңес берді. Ол осы маңда, таяу бір жерде аңшылардың қосы бар деді. Оның сонда түскісі келді. Біразырақ ойландым да, мен мақұл көрдім. Жігіттер шаршап келе жатқан, аттардың жүгін түсіре бастады. Ал Дерсу екеуміз жолға түсіп, тағы да жүріп кеттік. Біз 200 қадам жер жүрмей-ақ жолбарыстың ізіне қайта тап болдық. Жолбарыс тағы да соңымыздан еріп, біз жақындаған кезде кездесуден тайсақтаған. Дерсу тұра қалды да жолбарыстың жасырынған жағына қарап, бар даусымен айқай салды. Даусында ызаның белгісі бар еді. Не жүресің арттан, амба, саған не керек? Біздікі жолмен жүреді, саған бөгет жоқ. Қалай сенікі артта жүре береді? Әлде тайгада жер аз ба? Ол мылтығын жоғары көтеріп, сермеп қойды. Оның бұлай ашуланғанын мен еш уақытта көргенім жоқ. Бұл сөзді амба естіп, түсінеді деген сезім Дерсудың көзінен айқын сезіліп тұрды. Амба шақыруды қабылдап, не қарсы шығады, немесе мазаны алмай аулақ кетеді, деп сендірді ол. 3 минуттай тосып, шал жеңіл бір күрсінді де калянын тартты. Сонан соң мылтығын иығына асып, соқпақпен байсалды түрде ілгері жүрді. Оның жүзі қайтадан самырқауда, ойлы пішінге айналды. Ол амбаны ұялтып, жөніне кетуіне мәжбүр етті. Тағы да 1 сағат шамасындай орман ішімен жүрдік. Бір мезгілде ағаштар сирей бастады. Алдымыздан үлкен алаң көрінді. Тайганың ішінде ұзақ сапар шегу бізді әбден шаршатты. Көзімізде талып тынығуды, ашық кеңестікті іздеді. Сондықтан орманнан шыққанымызға қатты қуанып, алаңға құмарта көз жібердік. Бұл Квандогоу, деді Дерсу. Аздан соң біздікі балаған табады. Біз жүріп келе жатқан жазықта тырбиған 40 құлақ құлап өскен. Оң жақта жіңішке сортаң саз бар. Дерсудың айтуына қарағанда бұғылар мен еліктер түнде ылғи осында келіп, су сарғалтақтарын жеп, сортаң қара топырақты ащылайды екен. Біздікі бүгін аңға шығуы керек, деді Дерсу ашасымен сазды көрсетіп. Түскі сағат 3-тер шамасында айтқандай-ақ шатырын екі жағынан құлама етіп жапқан күркені тауып алдық. Қытай аңшылары бұл күркені самырсын ағашының қабығынан жасапты. Ішіне жаққан оттың түтіні екі жағына бірдей шалқып, үйге маса кірмейді екен. Күркенің жанында кішігірім
жылға ағып жатыр. Оның арғы жағалауына аттарды өткізу үшін тағы да көп әуре болдық. Ақыры бұл қиындықтан да өттік. Ауа райы Дерсу айтқандай бұрынғыша терлеп тұрғанды. Таңертеңнен түнерулі аспан бірте-бірте ашыла бастады. Тұман жоғары көтеріліп, әр жерден жарық саңылау ашылды. Жауын басылды, бірақ жер әлі дымқыл еді. Мен осында қонбақшы болдым. Көптен бері ет жемей 4 тәулік бойы ылғи нанмен күнелтіп келе жатқан соң, сортаңнан аң аулауға аңсарым ауды. Бірнеше минуттан соң тайгада саяхат жасап жүрген адамның бәріне таныс, қостағы абыр-сабыр, көңілді жұмыстар қыза жөнелді. Аттардың жүгін алып, бос қоя бердік. Ерін алуы мұң екен, аттар алдымен аунап, сонан соң сілкініп, жайылуға кетті. Жаңбыр жауып кете ме деп, жүктердің бәрін бір жерге үйіп, брезентпен жауып тастадық. Аттардың жүгін алып, ерін түсіргенше, бір адам от жағып, мосынға шәйнекті іліп те үлгеріпті. Дерсу қашанда қонған жерде тамаша жігер көрсетеді. Ол бір ағаштан екінші ағашқа жүгіріп, қабығын сыдырады. Ағаш кесіп, қада орнатып, шатыр құрады. Өзінің де өзгенің де киімдерін кептіреді. Күркенің ішіне түтіндетпей, от жағып, отыруға жайлы етуге тырысады. Біздің шешініп, дем алып отырғанымызға едәуір уақыт болды. Ал Дерсу күрке маңында әлі күйбеңдеп жүр. Тамыз. Әсіресе бұлтты күндері тым ерте қас қараяды. Қазірде осылай болды. Тұман тек таудың шыңдарында ғана ілініп тұр. Оның шудаланған бөлшектері ағаштардың үстімен көшіп, елес сияқтанып көрінеді. Тезірек кешкі асты ішіп, Дерсу екеуміз аңға шықтық. Бетіміз қостың жанындағы соқпаққа түсіп, тоғайдың маңындағы сортаңға қиялай тарту. Бұғылар мен еліктердің іздері айналада жосылып жатыр. Қарауытқан сортаң жерде шөп жоқтың қасы. Сортаңның айналасына қуарған тырбық ағаштар өскен. Көп жер мүлде тапталып қалыпты. Бұғылардың мұнда жеке-жеке де топтанып та келетіні көрініп тұр. Қолайлы жер таңдап алып, аңдарды аңдып отырмыз. Мен ағаштың түбіне сүйеніп, айналаны шолдым. Бұталардың маңында, төменде, ағаштардың түбінде. Қарақылтың тез қоюланып келеді. Дерсу көпке дейін дамыл таппады. Бұталарды сындырып, неге екені белгісіз, артындағы жіңішке қайыңды иіп қойды. Айнала, орман іші де, алаңда өліктей тым-тырыс. Жалғыз-ақ масаның бір қалыпты ызыңы естіледі. Бірте-бірте қараңғы бола берді. Бұталар мен ағаштар дұрыс көрінбеуге айналды. Олар жанды заттар тәрізденіп, бейне бір орнынан жылжып жүргендей көрінді. Әлсін әлі көзіме бұғы елестеп кетеді. Қиялым оны толықтыра түседі. Мылтығымды қолыма қысып ұстап, атып жібере жаздап қаламын. Бірақ Дерсудың тыныш отырғанын көріп, қайтадан есімді жиямын. Сол кезде елес бірден жоғалып, қараңғылаған бейнелер қайтадан бұтаға, немесе ағашқа айналады. Дерсу нақ бір қатып қалған жанша қозғалмайды. Ол сордың маңындағы бұталарға үңіле қарап, байыппен олжасын аңдып отыр. Бір рет ол кенеттен елең ете түсті де, ептеп мылтығын көтеріп, үңіле қарады. Жүрегім лүпілдеп кетті. Шал қараған жаққа мен де қарап ем. Ештеңе көрінбеді. Аздан соң Дерсудың тынышталғанын көріп, мен де тынышталдым. Әбден қараңғы түсті. Тіпті бірнеше адым жерден не сортаңның қара топырағын, не ағаштардың күңгірт бейнесін көруге болмайтындай еді. Мойнымыз бен қолдарымызды масалар шыдатпай жеп барады. Мен бетімді тормен жауып алдым. Дерсу торсыз отыр. Сонда да масаның шаққанына елең қылатын емес. Кенет маған бір сыбдыр естілді. Қателеспеппін. Сыбдыр дәл біздің қасымызда, алдымыздан, сордың арғы бетіндегі
бұтаның ішінен естілді. Дерсуға қарап едім. Ол еңкейіп қараңғы жаққа барынша үңіле қарады. Сыбдырдың не екенін білгісі келіп отыр екен. Сыбдыр кейде күшейіп анық естіледі, кейде тынып тым тырыс болады. Бұтаның ішімен біреудің еппен басып жақындап келе жатқаны анық болды. Бұл сортаң топырақты ашылауға келе жатқан бұғы. Менің көз алдыма әдемі тармақты мүйізі бар мүсінді бұғы елестеп кетті. Масаның барын мүлдем естен шығарып, бетімдегі торды жұлып тастадым да тыңдап бұғыны іздеп қарай бердім. Менің ойымша ол бізден 70 не 80 қадамдай жерде тұр. Бір мезгілде алыстан күн күркірегендей болып ырылдаған айбарлы үн естілді. Дерсу менің қолымнан ұстай алды. «Амба, капитан!» деді ол үрейлі үнмен. Аяғыма ауыр бір зіл түскендей бейжай сезім пайда болды. Тізелерім тура қорғасын құйғандай сырқырады. Сонымен бірге басқа бір сезім, әуесқойлық пен аңшылық шабыт араласып, кеудемді кернеп кетті. «Жаман, біздікі бекер мұнда келген. Амба ашуланды. Бұл 12 орын», деді Дерсу. Бұл сөзді ол өзіне айтты ма, әлде маған айтты ма, онысын біле алмадым. Ол маған қорқып кеткендей көрінді. «Ырррр» деген гүріл тып-тыныш түнгі ауаны қайта жаңғыртады. Кенет Дерсу орнынан ұшып түрегелді. Қазір ол ататын шығар деп ойладым. Бірақ қолындағы винтовкасын тастап, жолбарысқа қарап сөйлеп тұрған сөзін естігенде кереметтей таң қалдым. «Жақсы, Амба, ашулану керек жоқ. Бұл сенің орның. Біздікі оны білмеген. Біздікі қазір басқа жерге барады. Тайгада орын көп. Ашулану керек жоқ». Гольд қолын жолбарысқа қарай созып тұр. Ол кенет жүгініп отыра қалып, жерге 2 рет басын иіп тәжім етті де өз тілінде бірдеңе деп күбірледі. Неге екенін білмеймін. Мен шалды аяп кеттім. Ақыры Дерсу орнынан сүйреле тұрып, түбірдің жанына келді де мылтығын алды. «Жүрейік, капитан», деп нығырлай айтты да, өзі менің жауабымды күтпестен бұталардың арасымен соқпаққа қарай жылдам басып жүріп кетті. Сасқалақтап мен де соңынан ере жөнелдім. Сақтанбай, жалтақтамай жаймен келе жатқан Дерсудың сабырлы жүзін көріп, мен де тынышталдым. Жолбарыстың артымыздан ермейтінін, шабуға батпайтынын сездім. 200 қадамдай жүрген соң мен тұра қалып, азырақ тоқтай тұрайық деп шалды үгіттей бастадым. «Жоқ», деді Дерсу, «менікі тоқтамайды. Менікі саған күні бұрын айтады. Амбаны атқан адамға еш уақытта серік болмаймын. Сенікі мұны жақсылап ұқ. Амба атты. Менікі жолдаш жоқ». Ол үндеместен соқпақпен тағы да жүріп кетті. Менің жалғыз қалып қойғым келіп еді, бірақ дәтім шыдамай Гольдты қуып жеттім. Жол бойы үнсіз келе жаттық. Ол өзінше, мен өзімше ойға батып, әрнені еске алып келеміз. Мен жолбарысты көрмегеніме өкініп келемін. Бұл ойымды серігімнің құлағына салып ем. «Қой, болды», деп жауап қайырды Дерсу. «Оны көру жаман. Біздікі былай дейді. Амбаны өмірінде көрмеген адам бақытты. Оныкі әр уақытта тұрмыс жақсы болады». Дерсу қатты күрсініп, біраз үндемей тұрды да сөзін жалғастырды. «Менікі Амба көп көрген. Бір жолы оны бекер атқан. Енді менікі қатты қорқады. Қалайда маған бір кезде жаман болады», деді. Қарттың үн ырғағында қатты толқу сезімі бар еді. Оны тағы да аяп кеттім. Жұбатып, әңгімені басқа жаққа бұруға тырыстым. 1 сағаттан кейін қосқа жеттік. Аттар бізден үркіп, жан-жаққа ойқастап, осқырына бастады. От басындағы адамдар әбігерленіп қалды. 2 казак бізге қарсы шықты. «Бүгін аттар өне бойы бірдеңеден үркіп тұр», деді біреуі. Оттамай елеңдеп
бір жаққа қарай береді. Таяу маңда ит құс жоқ па екен? Мен казактарға аттарды жүгендеп тізгіндерінен ұстап, отырыңдар, айнала от жағып, біреуің мылтықпен күзетіңдер дедім. Кеш бойы Дерсу үндемеді. Жолбарыспен кездесу оны қатты ойландырды. Кешкі тамақты ішкен соң іле жатып қалып еді. Көпке дейін ұйықтай алмай дөңбекшіп, өз-өзінен сөйлеп жатқандай болды. Кеш болғанда Дерсу екеуміз аңшылық жайында, аңдар жайында, орманның өрті, тағы басқалар жайында жиі әңгімелесетінбіз. Оның айтуына қарағанда, одан 20 жыл бұрын қатарынан 2 қыс бойы жолбарыстар батыстан шығысқа қарай ауыпты. Жолбарыстардың ізін біліп, осылай қарай беттепті. Дерсудың пікірінше, жолбарыстар Сунгари өлкесінен Сихота Айлинге жаппай ауған көрінеді. Мен Дерсудан жолбарыстарды қалай өлтіргені туралы сан рет сұрасам да, ол айтқысы келмеді. Сөзді басқа жаққа бұра берді. Ақыры бұл оқиғаның қалай болғаны туралы оның шынын айтқыздым. Оқиға мамыр айында Фудзин өзенінде болыпты. Дерсу өзен алқабындағы сирек өскен емен ағашының ішімен келе жатыпты. Оның қасына ерген кішкене иті бар екен. Алдында ойнап жүгіріп келе жатқан ит кенет мазасыздана бастапты. Күмәнді еш нәрсе байқамаған соң, Дерсу итін аюдың ізінен қорыққан шығар деп ойлап, қаннен қаперсіз ілгері жүре беріпті. Бірақ иті мазасызданып, аяғына оралып жүргізбепті. Сөйтсе жақын жерде жолбарыс бар екен. Ол адамды көріп, ағаштың тасасына тығылып қалыпты. Дерсу оны байқамай, дәл сол ағашқа қарай беттепті. Адам жақындаған сайын жолбарыс та тығыла беріпті. Ол мүлдем жиырылып алыпты. Дерсу алдындағы қауіпті сезбей, аяғымен итін қағып қалған кезде жолбарыс ытқып шығыпты. Жолбарыс аулақтау бір бүйірге секіріп түсіп, өзін-өзі құйрығымен сабалап, қатты ырылдай бастапты. «Неге ырылдайсың?» деп Дерсу оған айғай салыпты. «Мен саған тиген жоқ. Неге ашуланасың?» Сол кезде жолбарыс бірнеше қадам жерге кейін атылып барып тоқтапты. Ырылдағанын қоймапты. Оған әрмен кет деп Гольд тағы да айғайлапты. Жолбарыс тағы бірнеше рет ырғып барып қайта ырылдапты. Қатерлі аңның кетпейтінін сезген соң, Дерсу оған ақырып: «Ендеше жақсы, сенің кеткің келмейді, менікі атады. Сол үшін айыпты болмайды». Ол мылтығын көтеріп көздей бергенде жолбарыс ырылдауды қойып, аяңдап, бұтаның ішімен жотаға тартыпты. Енді атпауы керек екен, бірақ Дерсу шыдай алмапты. Жолбарыс жотаның басына шыққан кезде атып салады. Жолбарыс бұтаның ішіне еніп жоғалады. Сонан соң Дерсу өз жөнімен кетеді. 4 күннен кейін ол сол жолмен кейін қайтады. Жотаның қасынан өте бере ағаш басынан 3 қарғаны көреді. Оның біреуі ағашқа тұмсығын сүртіп отыр екен. «Япыр-ай, жолбарысты өлтіргенім бе?» деген ой басына сап ете қалады. Жотаның ар жағына шығуы мұң екен, өліп жатқан аңды көріпті. Өне бойына құрт қаптап кеткен. Дерсудың зәресі ұшады. Жолбарыс кетіп еді ғой, мен неге аттым деп ойлайды да қаша жөнеледі. Сонан бері жолбарысты текке өлтірдім деген ой оған маза бермейді екен. Қайда барса да бұл ойдан арыла алмайды. Ерте ме кеш пе, осы үшін ол өзінің сазайын тартатындай көреді. «Менікі енді қатты қорқады» деп аяқтады ол өзінің әңгімесін. «Бұрын менікі ылғи жалғыз жүрген, ештеңеден қорыққан жоқ. Ал қазір нені көрсе де ойланады. Із көрген ойланады. Жалғыз тайғада ұйықтаған ойланады». Ол тұнжырап, оттан көз алмай қарай берді.